Сәлеметсіңдер ме, құрметті 3-ші сынып оқушылары, әдебиеттік оқу пәні. Сабақтың тақырыбы Сухомлинскийдің «Нағыз адам» әңгімесі. Оқу мақсаты нағыз адам мәтінмен танысу. Автор туралы мәлімет. Сухомлинский Василий Александрович 1918 жылы 28 қыркүйекте УСР Кировград облысында Ануфриев ауданында Васильевка селосында дүниеге келген. Василий Александрович Сухомлинский совет педагогы. Нағыз адам. Аптап, қуаң даладағы жалғыз үйдің қасында құдық бар. Бұл үйде атасы мен немересі тұрады. Құдық басындағы ұзын арқанға шелек байланған. Жолаушылар мен әрбір өткен адамдар құдыққа бұрылып су ішеді, атайға алғыстарын жаудырады. Бірде әлгі байлаулы арқан үзіліп шелек терең құдықтың түбіне қалып қойды. Атайдың одан басқа шелегі жоқ еді. Су тартып ішуге ыдыс таба алмады. Келесі күні таңертең атайдың үйіне бір арбалы шаруа келді. Арбадағы сабаның астында шелегі көрініп жатыр екен. Жолаушы құдыққа көз жіберіп, атай мен немересіне бір қарады да, атына қамшы басып әр қарай жүріп кетті. Бұл не қылған адам деп сұрады немересі атасынан. Бұл адам емес, деді атасы. Түске таман атайдың үйі тұсынан екінші жолаушы өтіп бара жатты. Ол арбасындағы сабанның астындағы шелегін алып, арқанға байлады да құдықтан су тартты. Өзі қан-қанынша ішіп, атай мен немересіне де шөлін қандырды. Қалған суды құрғақ құмға төге салды да шелегін қайтадан сабан арқасына салып жүріп кетті. Бұл не қылған адам деп сұрады немересі атасынан. Бұны да әлі адам деуге болмайды, деді атасы. Кешке қарай атай үйдің маңайын тағы да бір кісіні тоқтады. Ол арбасынан шелегін алып арқанға байлады, су тартып суының қандырды. Содан соң алғысын айтып жүріп кетті. Ал шелегі құдық басында арқанға байланған қалпында қала берді. Бұл қандай адам деп сұрады немересі. Міне, бұл нағыз адамның өзі деп жауап берді атасы. Қара түспен берілген тіркестерді түсініп оқыңдар. Әр топ осы пікірге құрылған оқиғаларды әңгімелеңдер. Берілген сурет мәтіндегі қандай пікірге сәйкес келеді? Осы мәтін бойынша сен қандай сурет салар едің? Берілген пікірлерге сүйеніп, өмірде кездесетін оқиғалардың нақты мысал келтіріңдер. Суды үнемдеу қай адамға қатысты? Бұл адам емес, бұл нағыз адамның өзі дегенді сендер қалай түсінесіңдер, балалар? Мәтіндегі әңгіме кімдер жайлы екен? Сендерге ұнады ма? Несімен ұнады? Ұзын арқанға не байланған? Атайдың үйіне кім келді? Бірінші жолаушының іс-әрекеті қандай? Немересі атасына не деп сұрады? Бұл не қылған адам? Атасы бұл адам емес деді. Түске таман атайдың үйіне нешінші жолаушы келді? Екінші жолаушының іс-әрекеті қандай? Немересі атасына не деп сұрады? Бұл не қылған адам? Атасы бұны да адам деуге болмайды деді. Үшінші жолаушының іс-әрекеті қандай? Немересі атасынан не деп сұрады? Бұл не қылған адам? Атасы бұл нағыз адам деді. Дәптермен жұмыс. Нағыз адам, басқаларға пайдасы тиген адам. Арбадағы сабаның астындағы шелегі көрініп жатыр екен. Жолаушы құдыққа көз жібертіп, атай мен немересіне бір қарады да атаны қамшы басып, әр қарай жүріп кетті. Бұл нешінші жолаушы? Нағыз адам әңгімесінің авторы кім, балалар? Үшінші жолаушының іс-әрекеті қандай болды? Осы сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Тапсырма: суға қатысты мақал жазу, жаттау, мәтінді оқу.